Біз осы Жабай ата әулиесіне келген болатынбыз. Сізге қояр бірнеше сұрағымыз бар еді. Ең алдымен осы Жабай атаның тарихы туралы, оның кім болғанын және де қай жылдары өмір сүргені туралы айтып берсеңіз. Бисмиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Жабай Қазбекұлы Жабай атамыз 1728 жыл дүниеге келген. Қайтыс болғаны 1810 жылы. Жабай ата 7 жасында әкесі Қазбек палуан болған екен. Үйіне адамдарды шақырып, шай беріп, азанда бәріміз жиналайық. Қоқан ханы Абдулкарим хан бәріміз шақырып жатыр, қандай жиын екен. Соған аттарын қамтарып, азанда бамдат намазына шығып кетеміз деп әңгіме қылғанын 7 жасар бала естеді. Сөйтіп, ол кісілер қайтқан екен, кішкентай жаңа Жабай бала әкесіне айтады, әкетай мен де барайыншы дейді. Сөйтсе, жоқ, сен шешеңе қара, малға қара, сен үлкейгенде барасың деп мән бермейді, қалдырады жаңа айтып. Содан жас бала, 7 жасар бала үйіне келіп, қорасына кішкентай мініп жүрген 2 жасар тайы болады дейді. Соны қаңтарып, азанда айтпастан жаңа 20 адамның артына еріп отырады. Сөйтіп, 3 күн жол жүреді. Көрінбей 1 шақырым, 3 шақырым артында жүреді. 3 күннен бері 3 күн жол жүріп, Қоқанға барған екен. Әр ауылдан келген аттыларды ақ үйді күтеді ғой. Солықта баланың қарны аш дейді, жаңа аты тайын байлап, жаңағы ауылын балдарына шарамен ауқат береді. Соған қосыла кетеді қарны аш бала. Сөйтсе, ауылын бір ересектеу баласы танып қояды. Мынау біздің ауылдың баласы емес қой бұл. Жаңа аттылардың тынышы шығар, бұл кім деп жаңа жерде ерекс басталады дейді. Сол уақытта, сол образда әкесі үйден шығып қалып, ажыратып алып, енді баласына ұрсамайды, қайт деп, ұзақ. Сөйтіп тамақтандырып, демалдырып, азанғы уақытта хан сарайына алып кіреді дейді. Ол кезде сарайдың есігі үлкен болады жаңа. Сол уақытта кіріп бара жатқанда тақта отырған хан орнынан тұрып кетеді, Абдулкарим хан. Сонда бір уәзір айтады екен, хан ием, жас бала келді ғой, шығарып жіберейін ба деп. Ой, жоқ тиме деп. Сонымен 3 күн сол жерде жиналыс болады. 3 күн бойы жас бала тыңдап отырады. 3-ші күні хан айтыпты, білесіңдер ме, араларында әулие отыр депті. Сөйтсе аң-таң бәрі. Сонда бір уәзір айтыпты, хан ием, өзіңіз көріп келсіз, өзіңіз хансыз, өзіңіз әулиесіз ғой деп. Жоқ деп, орнынан тұрып барып, жаңа баланы тұрғызып, жетектейді таққа қарай. Сол уақытта көзі құлағына түсіріп, сол құлағының арқасында қалтасы бар екен. Сөйтіп келіп, тізесіне отырды, мінім әулие осы.
сендер білесіңдер ме депті уәзірлеріне. Бірінші бала кіріп келіп жатқанда мен орнымнан тұрған едім. Соның мәнісін айтайын депті. Бұл атын кім деген Жабай деген ғой. Бұл Жабай бала естен кіріп келе жатқанда екі басты айдаһар жылан алдына пысқырып, екі шетінде екі жолбарыс көз жанып кіріп сол шошып тұрған едім. Бұл әулие әрі келешегі батыр болады деп жария қылып жіберген екен. Жалпы осы Жабай ата өзінің билік еткен жылдарында, өзі әулие болған жылдарында ауылына танымал болды ғой. Одан кейін осы 1810 жылы қандай дертке шалдығып, немесе қандай себептер бойынша ол кісі қайтыс болды? Ол Жабай атамыз 1810 жылы 82 жасында 6 баласы болған. Соларды жинап осы жерде, осы жайлау болғанда осы жер. 6 баласын жинап айтты: балдарым, мен қартайдым. Қайтыс болсам, сол қайтыс болған жерімде мені жуындырып, бір күн түнетіңдер. Қайтыс болған жерде менің қасиет кереметім бәрі қалады. Сүйегімді анау бұлбұлға апарып қойыңдар деген. Бұлбұл деген Смайыл ата жатқан жер Тұрбаттағы үлкен мазарат болған. Сонда ауырып жатқанда, қарлықтан ауырады ғой. Сол кезде Иса деген ешан болған екен. Сол басында оқып отырып, жаңағы қайтыс болған екен, балдарына айтты: осы жер тура осы жерде қайтыс болған. Мәлі жуындырып түнетіңдер ау. Бұл халықтың адамы болған. Төле бидің әскерін басқарса, Абылай хан Ақжолауын көтерген болса, бұл батырды соның етегіне Ташкентке апарып қойыңдар деген. Көкшеде жатыр, ұзындығы 7 метр бұл. Несін, мазаратын. Бойы 2,5 метр болған деп айтады. Ташкентте жатыр. Сөйтіп жаңағы Алдияр, Мамадияр, Дәулетияр, Айдарбек, Айшаге Шоңғарат 6 баласы болған. Сол алып кетіп бара жатқанда, бір төбеге барғанда тоқтаңдар дейді. Ол кезде қоқан арбасына арбамен әкетеді ғой, жаңағы моргты. Сол жерге қан тамған екен. Ол жер мынау Тасқұдық пен Дарбазаның Тасқұдығымен Сарысудың ортасында бір төбе бар, қазір қоршап қойған. Сол қайтыс болған жері кейінне сөйле тоқтап өткен екен, қан тамған екен. Сол жерден Ақшеңгел шығады ғой. Кеше кеңес дәуірінде отын болмай қалады. Сарысудың бір-екі адамдары мінерде осындай жыңғыл шеңгел тікенді алайық деп келіп, балтамен шапса, біреуін шапса қан шығады дейді. Екінші сөйтіп шаппай қойған екен. Қазір қоршап қойған ол жерді. Атаның қан тамған жерді. Бірақ қайтыс болып, қасиет кереметтің бәрі осы жерде. Рахмет ата, мәліметтеріңізге берген ризамын. Өзіме керек барлық мәліметті алдым деп ойлаймын. Жабай ата туралы және оның өмірбаяны туралы. Алла разы болсын.